Қайырлы күн достар, бүгінгі видеомда мен кір жуғыш машинаны қақтан қалай оңай тазалау керектігін айтатын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Мамандардың пікірінше, кір жуатын машинаны 4 айда бір рет тазалап отырған абзал. Егер құбырдан келетін судың құрамы қаттылау болса, тазалықты жиірек жасағаныңыз дұрыс. Егер кір жуғыш машинаны қақтан тазартып отырмаса, электроэнергиясын шектен тыс мөлшерде жұмсауға әкеліп соқтырады. Екіншіден, суды ысытатын құбыр істен шығуы мүмкін. Қаққа оранып тұрғандықтан суды өте баяу жылытып, ақыр соңында күйіп кетуі мүмкін. Ал енді ары қарай өте қарапайым әдісті жүзеге асырамыз. Ал енді кір жуғыш машинаны біз лимон қышқылымен тазартатын боламыз. Лимон қышқылы кез келген тығыз қақты ерітіп, жұлып алады. Егер де көптен бері барабанын тазартпаған болсаңыз, осы барабан ішіне де лимон қышқылын сеуіп қойсаңыз болады. Лимон қышқылын машинканың кір жуатын ұнтақ салатын бөлігіне саламыз. Бұл әдіс баттасқан қақтың беткі жұқа бөлігін тазалауға арналған. Егер машинкаңызды ұзақ уақыт тазаламаған болсаңыз, лимон қышқылының көлемін арттырып, кір жуудың ең жоғарғы режиміне қоюыңызға болады. Өте көп қақ жиналған болса, осы әдіс өте тиімді. Машинкаңызды бір режиміне қойып, 60 градусты таңдайсыз. Ары қарай старт батырмасын басасыз, қалғанын машинка өзі реттейді. Автомат деген атына сай, су құйылып, кислотаның көмегі арқылы кір мен қақты әмден шайқап ағызып жібереді. Ал міне бітеуіне аз ғана уақыт қалды. Достар, негізі бұл әдісті 4 айда бір жасау керек, бірақ сізге келетін құбырыңыздың суы қатты болса, бұны әр ай сайын жасайсыздар. Егер де жұмсақ су болатын болса, 2-3 айда бір жасап қойсаңыздар болады. Барлық біткен соң осында астындағы тазалайтын жері де бар. Соны ашып, астына пол жуатын шүберек қойып қойыңыздар. Кішкене суын ағызып алып, себебі астына су кетіп қалуы мүмкін. Бұл бөлігінде құрғатып, сүртіп қойыңыз. Ішкі барабан жақтарында есіктің айналасын барлығын құрғатып, сүртіп, есігін ашып қойыңыз. Достар, әрқашан осылай машинемізді қақтан тазартып, ұқыпты таза ұстайтын болсақ, ол көп жылға қызмет ететін болады. Осы видеоның астында поделиться батырмасын басып, басқалармен де бөлісіп кетіңіз. Оларға да пайдасы тисін, және де менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Алдағы уақыттарда сіздерге пайдасы тиетіндей жақсы кеңестермен бөлісетін боламын. Күтіңіздер.